Қайырлы күн достар. Бүгін блошиный рынок деп аталатын осы базардан баяғы өзіміздің кинолар салынған видеокассеталарды іздеп таптым. Біртіндеп көрсетейін сіздерге. Конан Варвар әйгілі. Бірақ бұл Арнольд Шварценеггердің орындауында емес, танымал актер Ральф Меллер деген актердің орындауында сериал болу керек шамасы. Бұл кісіні танитын болсаңыздар, Гладиатор, Универсальный солдат деген киноларға түскен актер. Керемет. Келесі. Гарри Поттер. Жаңа жылда үнемі көретін киноларымыздың бірі осы, жақсы көретін Гарри Поттердің философский камень деген бірінші часть екен, бірінші сериясы екен. Керемет. Әйгілі Маска Зорро. Антонио Бандерас пен Энтони Хопкинс, Кэтрин Зета-Джонс орындауында. Жаңа жылда естеріңізге түсірсеңіздер, Бэтменнің Зорроның кинолар киімдерін киіп жүретін еді осы қаһарман болып. Подъем с глубины. Триллер жанрындағы кино, Стивен Соммерстің киносы екен. Чужой сияқты кино ғой бұл шамасы, фильм ужас жанрында. Идеальные убийцы дейді. National Geographic сияқты кино болу керек шамасы, BBC-дің түсіргенінде. Жан-жануарлар туралы бұрын көп бағдарламалар болады. Оның біреусі болу керек. Жыртқыштар туралы екен. Ал енді Белый бим, черное ухо. 90-80 жылғы туған кісілер болса, сол біздің жастық балалық шақта хатик осы кино етін. Вячеслав Тихоновтың орындауында Белый бим деген сеттер иттің оқиғасы туралы керемет. Бір жылап тұрып көретін киноңыз. Ал мынау енді Зеленая миля деген киноны бәрі білетін шығар. Осы Зеленая миля, Форест Гамп, Побег из Шоушенка деген үш кино бұрын Кинопоиск тағы да сайттарда бірінші орында, екінші орында, үшінші орында тұратын кинолар еді. Ең керемет түсірген кинолары деп. Тамаша. Поймай меня, если сможешь дейді. Ди Каприо мен Том Хэнкстің орындауында бұл кино енді күшті кино. Мына екі кассетаның лицензиялық қорықтары өзі бар екен. Бұл да қызық кино. Естеріңізге түсірсеңіздер. Алеша Попович дейді. Мынау енді үш батырдың оқиғалары туралы мультфильмдерді көрген шығарсыздар. Балаларға керемет негізі мультфильм.